Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз балаларға ұнайтын печенье жасайтын боламыз. Бізге керекті заттар: сахарная пудра, 2 жұмыртқа, 20 грамм сары май, ұн қажет болады. Ең бірінші 2 жұмыртқамызды жарып, салып аламыз. Сахарная пудрамызды саламыз. Араластырамыз. Жиырма грамм сары майымызды саламыз. Араластырамыз. Ең соңында ұнымызды салып, тағы да араластыратын боламыз. Қалғанын өзіміз қолымызбен илеп аламыз, жақсылап. Неге жақсылап илеп алдық, енді бетін жауып, тындырып қоямыз. Ыдысымызға пергамент қағазын төсейміз. Ал қамырымызды жаямыз. Не қатты қалың емес, не жұқа емес, орташа қылып жаятын боламыз. Дәл осылай. Енді қамырымызды дөңгелек қылып жасайтын боламыз. Дәл видеодағыдай әдемі форма шығатын болады. Неге жасап алдық. Енді қамырларымызды салып аламыз. Пеште 15 минуттай пісіреміз. Неге біздің печеньеміз дайын болды. Балаларға ұнайтын тәтті печеньеміз ас болсын.